Ұстаздар тыншымайтын еңбеккерлер, жемісті жерге екпеген елге еккендер, адамзат ұрпақтарын тәрбиелеп, зердесін болашақтың зерлеткендер. Ісім оңсын десеңіз, сол істің маманы болыңыз, даңқым шықсын десеңіз, көпшіліктің адамы болыңыз деп Әл-Фараби айтқандай, құрметті де қадірлі зейнеткер ұстаз Асыл апайымыз шәкірттерінің және көпшіліктің алғысын алып құрметке бөленіп жүр. Демеуова Асылқан Зәкіржанқызы 1956 жылы 16 қараша күні Ақтам ауылында дүниеге келді. Ардақты ұстаз Ақтам орта мектебін бітірген соң ауылда әкімдікте балабақшада жұмыс істеген. Арман қуып Талдықорған педагогикалық институтының студенті атанады. Оқу орнын аяқтаған соң Шонжыда балабақшада еңбек жолын жалғастырады. 1986 жылдан бастап Бахар ауылында Абдулла Розбакиев атындағы орта мектепке мұғалім болып ауысты. Зейнеткерлік демалысқа шыққанға дейін бастауыш сыныпта жас шәкірттеріне әріп танытып сабақ беріп келді. Қабылдап алған шәкірттері бастауыш сыныпты жақсы тәмамдап, биік белестерді бағындырды. Аудан, облыс көлемінде үлгілі дәрістер беріп, ел құрметіне бөлене білді. Сонымен қатар бастауыш талшыбықпен бірлестігінің жетекшісі болып, әріптестеріне үлгі болып, жас ұстаздарға тәлімгерлік етті. 2007 жылдан кәсіподақ төрайымы болды. Еңбегі бағаланып, кәсіподаққа сіңірген еңбегі үшін төс белгісіне ие болды. Республикалық, облыс, аудан көлемінде алған марапаттары, мақтау қағаздары бар. Бүгінде еліміздің түкпір-түкпірінде еңбек етіп жүрген мақтауға тұрарлық шәкірттері жетерлік. Зейнеткер ұлағатты ұстазды аудан көлемінде өтетін іс-шараларға құрметпен шақырып отырады. Мектебімізде жылт еткен жақсылық немесе биік көрсеткішке жеткен сәтіміз болса, Асыл апайымыздың арқасы деп мақтанышпен айта аламыз. Еткен еңбектің жемісін жеуде бір бақыт. Ең қымбат сыйлық шәкірттерінің құрметі десек, әріптестерінің алдында абырой беделі бір төбе. Ұлағатты ұстаз 2016 жылдан бастап зейнеткерлікте. Құрметтеп әрқашанда жатсын елі, құйылсын шаңыраққа шаттық өзі, немере шөпшекті де көріңіз, дәл осы шәкірттердің ақ тілегі.